Сәлем қыздар, арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін біз қияр тұздаудың ең қарапайым жолын көретін боламыз. Ең қарапайым түрімен бір кездегі Совет одағы кезіндегі апаларымыздың тұздауы. Көп артық ештеңе керек жоқ. Мінекей негізгі керек нәрселермен ғана тұздайтын боламыз. Ешқандай әлгі малинаның жапырағы, тағы да бірдеңе шірдеме қоспайтын болдық. Ал бұған мінекей қияр керек. Огородтан жаңа шыққан, мен осындай ғана шықты огородтан. Енді осыны ғана тұздаймын. Күнделікті өсіп тұздап жатырмын. Қияр керек. Содан кейін мінекей мынау хрень, чеснок, укроп, уксус 70%, тұз, бұрыш, горошек, қант керек. Мен қыздар мына 1 литрлік банкілерді уже булап алдым. 5 минут буладым. Ал қақпақтары мінекей 5 минут қайнап жатыр. Осылай қайнатамын қақпақтарды. Ал ендеше бастайық. Әрбір банкіге 1 литрлік банкілер ғой. Мінекей мынандай хренді саламыз түбіне. Көз мөлшермен ғой бәрі. Кейбір қыздар көп салады, мына укроп, хрень деген нәрселерді. Жақсы көреді өйткені. Мен осылай аздан ғана салып жатырмын. Сосын кейін укроптың, міне зонтик дейді ғой орысша. Зонтиктары аздан ғана өйткені өзі 1 литрлік қой. Укроптың зонтиктарын салдым. Енді чеснок. Әрбір банкіге 2 зубчик чесноктан, 2 тіс чесноктан. Оны ортасынан 2-ге бөліп салдым. Сонда 4-еу болды. 4 бөлік болды. Осыны салдым. Мінекей. Енді қиярды салатын боламын. Қиярды жақсылап тұрып жудым. 2-3 қайтара. Оның 2 жақ шетін кестім. Енді осыны салатын боламын. Мен негізі осы 1 литрлік банкіге тұздағанды жақсы көрем. Өйткені қыста 3 литрлік банкі болса, 1 рет ашқаннан кейін ол желінбей ұзағынан тұрыңқырап қалады бізде. Сондықтан осы 1 литрлік банкіні ашамыз да жеп қоямыз. Сағынған кезде тағы ашамыз. Сондықтан 1 литрлік банкіні жөн көремін негізінде қиярға. Енді мінекей барлығын салдым. Симай қалғандарын бөліп салып жібердім. Онда тұрған ештеңе жоқ. Бірдей кесек салсаңыз да, турап салсаңыз да. Енді қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Қайнап тұрған ыстық бірден құйып жіберсе, мен банкіден қорқам, тарс етіп сынып кетеме деп. Сондықтан аздап бірінші банкіні ысытып аламын. Содан кейін барып құямын. Банкіні негізі бірталай уақыт өтіп кетті, мен жаңа булаған болатымын. Кішкене суыңқырап қалды банкім. Содан кейін осылай мінекей құямыз. Бетімен бет қылып, тіпті асып төгілсін кішкене. Астында орамал тұр ғой. Асып төгілсін. Мінекей осылай құямыз. Бір кезде Совет одағы кезінде көбінесе осылай қылып қана тұздаған ғой. Кейіннен шыққан әлгі ананың жапырағы, мынаның жапырағы, тағы гвоздика қосатын деген сияқты. Самсақ қосып жатады кейбіреулер даже. Самсақ, пияз, лук. Мінекей ыстық крышкамды жауып қойдым, және 5 минутқа ұстадым. 5 минутым өтті, қыздар. 5 минут өткеннен кейін мынандай сүзбенің көмегімен өстіп сүзіп, мұна суды төгіп тастаймын. Бұл судың маған қажеті жоқ. Жаңалап. Тура осылай, қыздар, мен 2 рет қайталаймын. Тура осылай. Өзіме уверена, сенімді болу үшін өзіме тура осылай 2 рет қайталаймын. Енді менде бірақ атылып кеткен болған жоқ. Менің қиярымның атылып кеткен кезі болған. Жоқ, атылып кеткен кезі болды осыдан бірнеше жыл бұрын. Мінекей, осылай 2 рет қайталаймын, қыздар. Тағы да мінекей жаңағыны төгіп тастап, қайтадан ыстық қалпында тағы да құйдым суды. Енді 5 минут тұрады. Мені 5 минут тұрды. Бұны да төгіп жатырмын. Сонда қыздар мен 2 рет қайталадым,
Арасы 5-5 минуттан. 5 минуттан тұру керек ыстық суда. Енді қыздар, бұл жерде 2 қасық қант, 1 қасық тұз, 1 қасық, кішкентай қасықпен 1 қасық уксус, 10 горошек қара бұрыш салдым. Бірақ ол, өкінішке орай, кешірім сұраймын, түспей қалыпты. Телефоным қосылмай қалыпты. Мен видеоға түсіргенім түспей қалыпты. Барлығын мен описанияға жазамын, қанша екенін. 1 литрлік банкіге 1 қасық тұз, 2 қасық қант, 10 горошек, кішкентай қасықпен 1 қасық уксус құйдым. Енді мінекей осыны жабамыз. Ең бірінші кішкене тағы да ауасы шықсын. Міне сіздерге көрініп тұр ма? Кішкене шығып жатыр. Осылай ішіндегі воздух шықсын. Содан кейін барып банканы жақсылап тұрып қатты бұраймыз. Бұрандалы қақпақ қой бұл. Телефонды өшіріп, мен 2 қолыммен қатты бұрап алдым. Мінекей осылай төңкеріп, бетін жауып, осылай жабам. Оның сыртынан жұмсақ, жылы орамалмен жабатын болам. Міне қыздар, пока.